Осы жылдары біздің тамақтануымыз, біздің денеміздің сау күйін сақтаудың ең басты құралы. Метаболизм баяулағанда денемізге көмектесу жолдарын іздеуіміз керек. Бізге көмекке келетін ол дұрыс тамақтану. Бұл видеода мен 50 жастан кейін біздің рационымызға міндетті түрде қосу керек тағамдарды айтатын боламын. Тек 50 жастан асқанда ғана емес, 50 жасқа жеткенше де қолдансаңыздар болады. Бұл өнімдер тек пайда әкеледі. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз қандай тағамдарды жеуге кеңес бересіз? Комментарияға жаза кетіңіз. Видео басталмай тұрып арнаға жазылып алыңыз және осы видеоға лайк басып қойыңыз. Сонымен біз бастаймыз. 50 жастан кейін сіздің диетаңызға қосу керек бірінші өнім бұл қызылша. Қызылша ең пайдалы көкөністердің бірі. Қызылша қолжетімді көкөніс. Ол өте пайдалы. Біріншіден, клетчатка өте көп. Ересек адам күніне 30 грамм клетчатка тұтынуы керек. Біздің көпшілігіміз бұны орындамаймыз. Клетчатка өте пайдалы. Біздің асқазан ішек жолымызға көмектеседі. Холестеринді жақсарту арқылы тамырларды сауықтырады. Сондай-ақ қызылшада фолий қышқылы, марганец, магний, темір, калий, С, А және В6 дәрумендері көп. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартумен қатар, қызылша қан қысымын төмендететіні дәлелденген. Қызылшаны көп тұтынудың қажеті жоқ. Күніне 50 грамм қызылша айтарлықтай пайдасын тигізеді. Келесі пайдалы өнім қырыққабат. Соңғы жылдары зерттеушілерді қырыққабат қатты қызықтырды. Өйткені олар біздің ағзамызға өте пайдалы және қызықты деректер тапты. Мысалы, қырыққабаттар онкологияның дамуының алдын алуға көмектеседі. Бізге күн сайын 100-200 грамм қырыққабат жеу жеткілікті және бұл өте жақсы әсер етеді. Сондай-ақ қырыққабаттарда біз жиі ала алмайтын клетчаткалар бар. Қырыққабаттың құрамында С, К дәрумендері бар. Бұл өте маңызды дәрумендер. Бұл дәрумендер жасыл көкөністерде көп кездеседі. Келесі пайдалы өнім. Бұл қара өрік. Бала кезімізден бастап қара өрікті іш жүргізетін өнім екенін жақсы білеміз. Бұл шындық. Бірақ әрине, күн сайын қара өрік жеудің қажеті жоқ. Бірқатар зерттеулердің нәтижесінде қара өрік пайдалы болу үшін күн сайын тек 2 қара өрік жеу жеткілікті. Сонымен, күніне 2 қара өрік біздің ішектерімізде өте пайдалы микрофлораның дамуына ықпал ететіні расталды. Сонымен қатар қара өрікте дәрумендер мен антиоксиданттар бар. Келесі пайдалы өнім. Бұл балық. Жаңа піскен балықты жеу керек. Консервіленген балықтарды жеудің қажеті жоқ. Жалпы, аптасына кем дегенде 2 порция балық жеу ұсынылады. Бір порцияда 100 грамм, яғни аптасында кем дегенде 200 грамм балық жеу керек. Балық ақуыздың ең пайдалы көзі болып табылады. Сондай-ақ теңіз балықтарындағы майлы сорттарда көптеген фосфор бар. Ең құнды омега-3 және басқа да маңызды микроэлементтер бар. Сондықтан балық сіздің диетаңызға міндетті түрде қосылуы керек. Келесі пайдалы өнім. Жаңғақтар. Дегенмен жаңғақтар біздің асқазанымыз үшін өте ауыр тағам. Олар біздің рационымызда өте көп болмауы керек. Күніне бірнеше жаңғақ жеткілікті. Жаңғақтар бұл жай ғана қоректік заттардың қоймасы. Айта кету керек, жаңғақ ерте қартаюға жақсы қарсы тұрады. Келесі, ең соңғы пайдалы өнім. Бұл сүт өнімдері. Ересек адамға күн сайын 1000 мг кальций тұтыну керек. Ал 60-тан кейін күніне 1200 мг кальций тұтыну керек. Біздің көпшілігіміз бұл кальций нормасын тұтынбаймыз. 50-ден кейін бұл өте маңызды болады. Ең оңтайлы нәрсе кальцийді табиғи көздерден жинау. Бұл жағдайда сүт өнімдері көмекке келеді. Ең алдымен, бұл әрине ірімшік, йогурт, айран және тағы басқа сүт өнімдері. Сүт өнімдерінің сапасы да өте маңызды. Өйткені егер біз супермаркеттен немесе дүкеннен йогурт немесе айран сатып алсақ, оларға түрлі қоспалар қосылған. Мысалы, йогурттың құрамында крахмал көп. Сондықтан ең оңтайлы жолы айран мен йогуртты өзіңіз жасаңыз. Бұл оңай жасалады. Мұздатқышта сақталатын арнайы ашытқы сатып алынады. Содан кейін рецепт бойынша ол сүтте қайнатылады және пайдалы бифидобактериялары бар нақты өнім алынады. Егер сіз осы тағамдарды күнделікті рационға қоссаңыз, онда сіз көп ұзамай сергектік пен күш-қуат сезімін сезінесіз. Достар, осы видео пайдалы болса арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Осы тамақтармен келісесіз бе? Комментарияға жаза кетіңіз.